25-ші дәріс, бірден 5 тақырып, акция деген не, қор биржасы, инвест портфель, брокер, тағы басқа түсініктер, инвестицияның кереметі, акцияның бағасы не үшін және қалай өзгереді, трейдер деген кім, дивиденд деген не, осындай бір қаржылық түсініктерді 5 тақырыпта түсіндіргеніміз бар. 18 бет жалпы. Енді бір сұрақ туса, неге бір дәрісте 5 тақырып десеңіз, бұл 5 тақырып бір-біріне байланысты. Бұл жердегі менің жеткізу тәсілім storytelling, яғни бір Шалқарбай деген бір басты кейіпкер бар. Сол мал базарда сауда қылады. Яғни мынау қаржылық түсініктерді бізге жақын мысалдармен түсіндіруге тырыстым. Storytelling форматы. Бұл идея қайдан келді десеңіз, Money и азбука деген кітап бар. Бода Шефердің. Сол кітапта да бір сторителлингпен бір қаржылық түсініктерді, қаржылық сауатты түсіндіреді. Сол сияқты мына жерде де бұл енді қиын түсініктер ғой. Жалпы акция, дивиденд, инвест портфель деген бірден түсіне салуға қиын түсініктер. Бірақ соны бір бізге жақын бір ауылдағы, бір мал базардағы бір көріністер, жағдайлар арқылы түсіндіруге тырыстым. Бірден түсінесіз деп ойлаймын. Бұл тақырыптар негізі бөлек алғанда бір қаржылық оқулықтарда қиын негізі түсіну. Қаржылық бір қандай классикалық стильдер болады бір оқулықтардағыдай. Содан оқысаңыз қиын болуы мүмкін да. Мен әдейі осындай storytelling форматы арқылы түсіндіруге тырыстым. Қайталап айтамын, бұл кіріспе, инвестиция тақырыбына кіріспе, терең қамтылмаған. Мынандай сұрақ туы мүмкін, акцияны қалай сатып аламын, қай кезде сатып алу керек, ондай нәрселер қамтылмаған бұл кітапта. Бірақ түсініктер, жалпы түсініктер бар да, сол түсініктерді білу арқылы, түсіну арқылы сіз ары қарай қадамдарды, шешімді дұрыс қабылдайсыз деп ойлаймын. Яғни инвестиция, қор биржасы ғой енді, қор биржасына инвестиция салмастан бұрын, жалпы ол не екенін түсіну маңызды да. Және мына бір инвестицияға кіріспе деген бөлімнің осы 5 жазбасы бір историялар арқылы бір оқып көрсеңіз, сізге бір жақсы кіріспе болады деп ойлаймын. Сосын неге қазір бұны бір бөлек, әр тақырыпты бөлек тапсырылмайды десеңіз, біріншіден ана оқиға желісін бұзбау үшін мен бәрін оқып беруім керек болады, ол өте ұзақ. Сондай-ақ бұл жақта сандар, цифрлар өте көп. Анау кейіпкерлермен бірге сіз де есептеп отырасыз да. Кішкене бір басыңызды, миыңызды іске қосып, сөйтіп бір оқымасаңыз, цифрлар өте көп. Бірақ қарапайым математика, қосу, алу, азайту, көбейту болды, сол ғана бір оқып отырып жақсы түсінесіз деп ойлаймын. Енді мен осы 27-ші дәріс деген тақырыпты пайдаланып, жалпы инвестицияға бір кіріспе ретінде бір маңызды нәрсе айтқым келіп тұр. Менен көп сұрайды, қай акцияны, қай компанияны акциясын сатып алған дұрыс, трейдерлікпен айналысқым келеді, мұнамен айналыссам қалай болады деген сияқты сұрақтар қояды да, қалай инвестиция жасау керек деп бір сұрақтар келіп жатады. Мен бір инвестицияның алгоритмін жасадым да өзімше. Егер сіздің ниетіңіз инвестиция жасап ақшаңызды көбейту болса, егер ниетіңіз осындай болса, онда мен өзім мынадай алгоритм ұсынамын. Яғни сізде бір артық ақша бар, сіз оны көбейткіңіз келеді, қалай көбейтсем болады деген бір ой ғой енді. Соған қатысты менің бір дайындаған өзімнің бір алгоритмім бар, соны бір бөлісейін. Бірақ біз айттық, ақшаны, акция деген тақырыпты өткен дәрістерде айттық, ақшаны сақтаудың жолы деп қарастырсам басқа әңгімеді. Яғни депозитті айттық, депозиттен бөлек осы акцияны, тағы да ETF деген инструменттер бар. Енді халал жолдарда, облигация деген бар, ол енді халал еместеу жолы бар. Бірақ акция, ETF деген бір инструменттер бар, халал. Ақшаны сақтаудың құралдары да бұл. Яғни ақшаны инфляциядан қорғаудың, сақтаудың бір құрал ретінде қарастырсаң, басқа әңгімеді. Бірақ біз қазір инвестиция жасау арқылы ақшаны қалай көбейтуге болады деген тақырыптамыз ғой негізі. Енді
алгоритмімді ұсынайын, бәлкім сізге бір ой салар, пайдалы болар, бәлкім өзіңіз соған қарап бір өз алгоритміңізді құрып аларсыз. Мына қор биржасы деген ол базар, негізі бір базар деп елестетіңіз. Ол бір аты бір әдемі да, не Доу Джонс, Нью-Йорк, Шанхай, Лондон, Насдак, графиктер, бәрі бір әдемі бір тылсым дүние сияқты бір, бірақ шындап келгенде базар ғой, ол базар. Брокер деген кісі сол базардағы алып сатушы адам ғой. Сіз сол брокерге тапсырма бересіз, бар да, ненің Apple'дың 15 акциясын алып кел, анасын алып кел деген сияқты брокердің қызметі сол. Өзіңіз кірмейсіз да ол базарға. Неге? Өйткені сіз сияқты адамдар өте көп, бәрі кіре берсе, базар каша болады. Сол үшін брокер деген адам сіздің өкіліңіз ғой. Барады да сізге керек компанияның акциясын алып келеді, немесе сатады. Акция дегенді бір зат деп түсінсеңіз болады. Зат деп түсінсеңіз болады да, енді. Заттың бір бөлігі деп түсінсеңіз болады акцияны. Сол сияқты бұл өте қарапайым нәрселер, қиындатудың керегі жоқ. Сөздер әдемі болғанмен кәдімгі базар бұл. Қор биржасы деген. Бірақ бізде бір қызығы инвестиция деген кезде бәрі сол қор биржасын ғана түс көреді. Қор биржасы деген бағанағыдай фондовый рынок дегенді естіген боларсыздар. Фондовый рынок деген бағанағы шанхайский фондовый рынок, московский фондовый рынок, петербургский фондовый рынок, сосын Нью-Йоркский фондовый рынок, сосын Лондон, Шанхай деп кете береді. Сөйтіп, сол фондовый рынок деген базар деген сол акциялардың сатылатын жері ғой енді. Барасың, кіресің, аласың, сатасың деген сияқты әңгімелер, қарапайым әңгімелер. Бірақ инвестиция тек қана сол деп түсінсеңіз, онда қателесесіз. Мен алгоритмді ұсынайын, мен бүйтем. Егер менде артық ақша пайда болса, және мен оны көбейтуді ойласам, мен бірінші былай істеймін. Мен артылған ақшаны ең бірінші өзімнің ақша табу қабілетіме инвестиция жасаймын. Ең сенімді инвестиция, ең күймейтін инвестиция ол өзіңнің ақша табу қабілетіңе салған инвестиция. Білім сізден бүкіл ақшаңызды, дүниеңізді тартып алуы мүмкін, бірақ біліміңізді, тәжірибеңізді, қабілеттеріңізді ешкім тарта алмайды. Яғни сіздің ақша табу қабілетіңізге салынған инвестиция. Біріншісі соған салу керек. Артық ақша пайда болды. Мысалы, мен қалай істедім? Ақша табу қабілеті деген қалай ол? Мысалы, қарапайым кітап сатып алу, ол да жатады соған. Қаржы қағидалары болсын, басқа бір кітап болсын, сіздің қаржыңызды арттырудың бір ақша табу қабілетіңізді арттыратын құрал ғой бұл. Соған ақша салсаңыз, онда бұл инвестиция бірінші өзіңе салу керек. Бірінші қадам өзіңе салу керек. Өзіңнің ақша табу қабілетіңді арттыратын нәрселерге салу керек инвестиция, ақша. Немесе менің жағдайымда осы көктемде бизнес тур болды. Сырымбек аға бар, Өркен Кенжебек бар. Яғни сондай бір кәсіпкерлермен бірге, 17 кәсіпкермен бірге бір сапарладық. Және де бұл бизнеси сапар болды. Жапонияның бизнестеріне кірдік, бизнестерін ішін араладық дегендей. Бұл тікелей менің ақша табу қабілетіме әсер ететін сапар болды. Бұл сапардың құны Корея, Жапония болды, 10 күндік сапар. $9,800 болды да, $9,800. Яғни менде артық $9,800 жатқан ғой. Енді оны инвестиция жасайым деген кезде, қайда жасайым дегенде, сол бірінші алгоритм бойынша менде осы ақша табу қабілетімді арттыратын іске салдым. Жапония сапар. Аллаға шүкір, сол 2-3 айда ақтады ол ақша өзін, және ақтай береді деп ойлаймын. Өйткені бизнесмендермен Сырымбек ағаның разборлары, талдаулары болды да, біраз нәрсені бір орнына қойып берді ақша табу мәселесінде. Яғни өзіңнің ақша табу қабілетіңе бір инвестиция жасау. Мысалы, мобилография курсын оқу, ол саған бір жұмыс, ақша табу қабілетіңді арттырады. Мысалы, бір парикмахердің несін, аспаздықтың бір оқуын оқу, ақша табу қабілетіңді арттырады ғой, дұрыс па? Сен шашынды алып өлмейтін мамандықтар ғой, былайша айтқанда. Шашын аласың, сөйтіп повар қай кезде де
повар керек қай кезде де шаштараз керек та. Өткен жолы бір жігіт осы каналда болу керек. Мен студент жігіт, қателеспесем, сұрайды да, не үйренсем болады дейді да. Бір Турцияға кетіп бара ма сондай. Яғни сол шаштараз бар, тағы маған аспаздық бар, сол бір нәрсені үйреніп алсам, сосын мені асырайтын бір іс болса дейді да. Енді оқуынан бөлек бір асырайтын бір істі үйрену. Сол сияқты бұл міндетті түрде бір қымбат нәрсе болу шарт емес. Көрпеңе қарай көсіл деген тема бұл жерде. Сосын андай воздух сататын курстардан абайлау керек. Бағана жеке бренд бір нәрсе дейді. Оны ұстап біле алмайсың да көп нәрсені. Бірақ мынандай точный нақты нәрселер бар да. Мысалы, бағанада шаштаразды үйрендің, бірден жұмыс көрініп тұр да. Аспазды үйрендің, бірден көрініп тұр. Мысалы, көліктің бір жерін жөндеуді үйрететін бір маманды тауып алдың, мастерді тауып алдың, ақшасын бердің, үйреніп алдың, бітті, ары қарай соны кәсібіңе айналдырасың да. Мысалы, міндетті түрде колледж, универ не оқысаң да, бірақ саған ақша табуға мүмкіндік беретін нәрсені үйрену керек та. Ұстап көретін нәрсе болу керек та, бір сезініп көретін, андай бір воздух нәрселер керек жоқ. Теория ғана ше. Яғни курс оқығанда да бір міндетті түрде бір миллион андай курсты оқу шарт емес. Көп жағдайда арзан болып келеді ондай нәрселер. Яғни бірінші біз қазір алгоритм айтып жатырмыз. Сенде артық ақша болса, қайда салу керек деген кезде, сен бағанадай бірден қор биржасы, фондовый рынок, акция, облигация деп ойлап кетпе. Бірінші сенің ақша табу қабілетіңді арттыратын нәрселерге сал ақшаны. Ақша табу қабілетіңді арттыратын. Біз айттық, ол бір бағанадай салалық бір нақты бір білімдерді үйрену, бір кәсіп дейді ғой, бір мастер, ремесло дейді ғой орысша. Сонда кәсіпке шаштаразды айттық, аспазды айттық, тағы да қандай машина жөндейтін мастер болуы мүмкін, машинаның бір бөлігін жөндейтін, сондай сияқты бір электрик, сантехник, бір орыстармен, орыс ағайындармен бірге жүріп, жанында ақшасын төлеп болсын, мен сен жанында жүріп үйренейінші деп бір үйреніп алсаң, кейін бір котелді тазалап шығу, бір 20 минуттық жұмысың 20 мың теңге тұратын болады да. Сұмдық ақша, электриктің несін, андай өлмейтін нәрселерді, бұны үйрену үшін тегінде үйреніп алуға болады, бірақ ақша жұмсау керек болса, жұмсау керек та, барып, мысалы, мен сізге ақша беремін, маған үйретіңізші, анау деген сияқты. Тағы да бір жолы мен сияқты сапар. Мысалы, сіз шамаңыз жетіп тұрса, артық ақшаңыз бар. Бағана қазір кәсіпкерлер, әртүрлі кәсіпкерлер, түрлі мамандар бір турлар жасайды ғой. Болды, ақшаңыз соған жинаңыз да. Инвестицияға соған салыңыз. Ол жерде нетворкинг болады, мүмкіндіктер ашылады, разборлар болады. Сол арқылы сіздің ақша табу қабілетіңіз күшейеді, инвестиция өзін ақтайды. Яғни сапарға салынған ақша да осындай кәсіпкерлермен, мықты мамандармен, сондай сапарларға салған ақша да өзін ақтайтын инвестиция. Алгоритм осы, яғни бірінші қадам өзіңнің ақша табу қабілетіңді арттыратын нәрселерге ақша салу керек, бірінші. Окей, салдың. Екінші, сенде әлі ақша артылып қалды, не істеймін? Екінші, онда өзіңнің өніміңе ақша сал. Өзіңнің продуктыңа ақша сал. Инвестиция сал. Біреудің емес. Apple ол біреудің өнімі. Тағандай. Яғни ол біреудің өнімдері екенін түсінікті, сен ең жақсы білетін, ең жақсы бір қолыңнан келетін істеп жүрген нәрсең бір өнімің, өзіңнің өнімің ғой. Сен өніміңді жақсы білесің, өз салаңды жақсырақ білесің. Мысалы, менің жағдайымда менің өнімім ол кітаптарым. Мен артық ақша болса, бағанада бірінші қадам өзімнің ақша табу қабілетіме салдым. Тағы да артылып қалды ақша. Не істеймін? Қайда инвестиция саламын? Келесі қадам ол, мысалы, мына кітаптарым. Кітаптарды басуға, жарнамалауға, тағы басқа нәрселерге ақша саламды. Яғни өзімнің өнімімді көбейтуге, өзімнің өнімімді көбірек таратуға, сатуға инвестиция саламын. Неге? Өйткені әркімге Алла тағала өзінің бір ісіне қарай береке беріп қояды. Мысалы, менің жағдайымда, менің берекем ол менің кітаптарымда, менің өнімімде. Сол сияқты сіздің де бір өніміңіз болуы мүмкін да. Өніміңіз, бір кәсібіңіз болуы мүмкін, бір нәрсе алып сататын шығарсыз. Әйтеуір бір жылдар бойы бір нәрсе істеп келе жатсыз, бір нәрсе шығарып келе жатсыз, және содан бір табыс тауып келе жатсыз да, аз-маз. Бірақ минусқа кетпейсіз, береке бар да. Көбі қателігі жаңа бір салаларға ақша салып жібереді да.
ана темірді қызған кезінде соқ дейді ғой. Сенің темірің ол сенің өнімің ғой, қызып тұр ғой, соған сала бер, береке бар сода. Бізде мысалы әр адамға алла бір өзінің ісіне қарай берекесін беріп қояды да. Сол өзінің сол береке бар жерді қаза беру керек қой қысқасы. Мысалы біздің жағдайда, менің жағдайымда ол менің өнімім кітабым. Сіздің өніміңіз мысалы сіз тіс дәрігері болуы мүмкінсіз, немесе массаж жасауыңыз мүмкін, немесе тағы бір қызмет көрсетуіңіз мүмкін. Өнім деген ол бір зат, мысалы кітап сияқты, немесе ірімшік па бір нәрсе, бір өнім шығарасыз да сіз, немесе қызмет түрі, сіздің қызметіңіз де ол өнім ғой. Клининг мысалы, клинингпен айналыссаңыз, бөлмелерді тазалаумен сондаймен айналыссаңыз, ол сіздің өніміңіз ғой. Онда сіз бағана инвестицияны сол өз инвестицияңыз бизнесіңізге саласыз. Трәпкілер, шаң сорғыштар, бір нәрселер өзіңіздің заттарыңызға ақша саласыз да. Мысалы шаштараз болсаңыз, онда бағанағы анау шаш алатын құралдарыңызға ақша саласыз да. Яғни өз өніміңізге, өз ісіңізге ақша саласыз. Келесі қадам. Осы. Бұл екінші қадам. Бағанада бірінші өзіңнің ақша табу қабілетіңе салдың инвестицияны, одан артылып қалды, уже өз өніміңе саласын. Өз өніміңе ақша саласын. Көбейту үшін. Бұның проценті өте көп. 1-1 болуы да мүмкін, 100%. Яғни 100 мың салдың, 200 мың шығарып алдың деген сияқты. Бұның проценті өте көп, және бұл жерде неге өз өнімің жылдар бойы бір істеп жатқан ісің болса, ода береке бар да, бір сигнал. Яғни осы жерді қаза бер, дәке, осы жерді қаза бер, осы жерде сенде ақша, Алла сенің ризығыңды осы жерде сақтап қойған, осы жерде берекең осы жер, яғни осы жерді қаза бер деген белгі да. Енді бұдан шығатын қорытынды, егер сізде өнім болмаса, сұрақты оны, менде өнімім жоқ. Онда сұрақ, неге сізде өнім жоқ? Мына кітапта кейінгі бөлімдерде тапсырлаймыз біз, жалпы бай адам ол өнім шығарушы адам, кедей адам ол тұтынушы адам. Кедей адам тек қана тұтынады. Ақша береді, затты алады, ақша береді, қызметті алады, ақша береді, затты алады, ақша береді, қызметті алады, бірақ өзі ешқандай әлемге бір өнім бермейді. Сәйкесінше оның бір күні ақшасы азаяды, бітеді. Сол үшін бай адам ол бір өнім шығару керек. Өнім деген кезде қазір бір ойлап қалмаңыз, бір майонез жасап, бір машина шығарып. Өнім деген ол сенің қызметің. Сенің бір бұл әлемге беретін нәрсең. Бағана айттық қой, массаж жасайсың, шаш аласың. Ол өнім. Қызмет түрі де ол өнім болып саналады. Сол сияқты сіз бір нәрсені жақсы істеуіңіз мүмкін да, мысалы машинаның дөңгелектерін ба бір детальді өте жақсы істеуіңіз мүмкін да. Тек қана машинаның мысалы полировкасын жасайсыз, сіз өнім ғой, бұл сіздің қызметіңіз, ол өніміңіз. Мысалы аяқ киім тазалайсыз, ол сіздің қызметіңіз, ол сіздің өніміңіз. Қызмет түрде өнім. Яғни сіз бір нәрсені қазірден бастап бұлай ойлануыңыз керек та, бұл байлыққа апаратын жол негізі. Сен бұл өмірде өнім шығармасаң, онда бай болам деп ойлама. Кез келген бай адам бір өнім шығарады. Мысалы андай кісілер бар, әлі қаржысы көзге көрінбеуі мүмкін, машинасы крутой болмауы мүмкін, үйі крутой болмауы мүмкін, бірақ үнемі бір нәрсе өндіріп жүреді да, келеді ауласына гүлдер отырғызып тастайды, гүлдер шығарып тастайды, ағаш отырғызып қояды, алма өсіріп жібереді ауласына, есік алдына тағы бір нәрсе жасайды, бір нәрсе тоқып жатады, қыздар болады сондай, бір нәрсе тоқып, бір нәрсе жасап, әйтеуір бір өнім шығарушы адамдар болады да, тауға асырап бір нәрсе істеп жатады, өнім шығарып жатыр оның бәрі. Сол үшін өнім шығаруға тырысу керек. Егер сен өнім шығармасаң, бір қызмет түрін жасамасаң, онда қалай сен бай боласың? Яғни бұл ойланатын нәрсе. Бағана екінші қадам, өз өніміңе ақша сал деп тұрмыз ғой. Егер менің өнімім жоқ десең, онда саған келесі тапсырма, өнім жаса, өнім тап. Әйтеуір бір қызмет түрін тап, ол мейлі үлкен ақша әкелмей-ақ қойсын. Пицца, торт жасайтын қыздар бар. Өнім ғой, өнім, молодцы. Сол сияқты бір өнім жасай беру керек та. Сен ол ақшаға мұқтаж бол, мұқтаж болма, бірақ сенің бір уайымың, мақсатың, мен қандай өнімім бар бұл әлемде. Сондай болу керек та. Мен не істеп жатырмын, жалпы қандай өнім бар, әлемге не беріп жатырмын мен деген сияқты бір өнімің болу керек. Мысалы, кітаптың қаптайтын нәрселер жасадың, сен өнім бердің. Кітап қаптағыштар жасадың да, мысалы үшін. Сол сияқты шығара беруге болады өнімдерді. Өте көп өнім беруші адам болу керек қой қысқасы өмірде. Осы екінші қадам осы. Қайталап айтамын. Бірінші қадам өзіңнің ақша табу қабілетіңе саласың. Одан атылса ақша, инвестицияны қозғап отырмыз біз қазір. Инвестиция деген сөз ақша салып, оны көбейту. Одан артылса, онда өз өніміңе инвестиция саласың. Өйткені сен өз өніміңді өте жақсы білесің.
береке сол жерде бар, соған салу керек. Бұл екінші қадам. Үшінші қадам, одан да ақшаң артылса, онда сен біреудің өніміне ақша салсаң болады. Менде бағана айттық, Сырымбек ағалар мен Сапарға өзімнің ақша табу қабілетімді арттыру ниетімен инвестиция салдым білімге. Сапарға ең күшті инвестиция сол Сапар мен білім ғой негізі. Сапар плюс білім бірге. Соған салдым, ақшам артылып қалды. Одан артылған ақшаны өзімнің кітаптарымды көбейтіп басу үшін салдым. Өз өніміме салдым. Тағы да ақша артылып қалды. Ол инвестицияға арналған ақша ғой. Ол артылған ақшаны не істеймін? Ол артылған ақшаны біреудің бизнесіне саламын. Артылды ғой. Біреудің бизнесі дегенде сіздің әпкеңіз болуы мүмкін, ірімшік жасап сатады да, цехы бар ауылда мысалы. Немесе жездеңіздің бір СТО-сы бар дейік. Немесе ағаңыздың қойлары бар, мал шаруашылығы бар да. Бұл сіздің біреудің бизнестері ғой, ешқандай біреудің өніміне ақша салуда бұл. Сіз ол кісіні жақсы білесіз. Ол кісі жақсы сатады, ірімшіктерді жақсы таратады, СТО-сы жақсы таптаза, майды күшті ауыстырады, клиенттер риза, малды өте баптап жақсы ұстайды да. Сосын айтады, осыны бір бас көбейту керек еді, дәке, осындай ақша бересің ба дейді. Сосын аласың да, оған ақша бересің. Мысалы мен инвестицияларым соңғы ол кітап жазып жүрген өзімнің әріптестеріме инвестиция жасаймын. Олардың кітаптарын басуына мен ақша беремін да. Яғни олар біреудің өнімі ғой, оның кітабы ғой. Бірақ кітап саласында мен бір берекем бар. Мен аламда соларға берем. Немесе бағанағыдай бір апартаменттер жасап жатқан ағам бар, құрылыс саласында. Оған да инвестиция берем. Яғни біреудің бизнесі деген сол да, біреудің бизнесіне одан кейін саласында. Енді қызығы, мен Apple'дың акциясын сатып алсам да, ол біреудің бизнесі да. Осы үшінші категорияға жатады ол. Үшінші қадам. Менің әпкемнің ірімшік жасау бизнесіне салған ақшаммен Apple'дың қор биржасындағы Apple'дың акциясын сатып алып инвестиция жасағаным екеуі бірдей. Бәлкім әпкемнің проценті көбірек шығар. Бірақ мен қайталап айтам, ақшаны көбейту туралы айтып отырмыз ғой біз. Бірақ ақшаны сақтау тұрғысында акция жақсырақ та, қор биржасы жақсырақ. Ұзақ мерзімде сатып алдым, ұмыттым мысалы. Айттық қой, бір табиғи өнімдерді өндіретін алмаз, алтын, күміс, уран, мұнай өндіретін компаниялардың акциясын сатып алдым, ұмыттым. 7 жылдан кейін қайтын алам деп ойлайсың да. 7 жылдан кейін ол өсетті өз. 7 жыл, 8 жыл. Өйткені айттық, бұл жерде ақша сақтау ниеті. Инфляция, анау плюс-минус сәл табысқа шығасында 7 жылдан кейін. Бұл сондай ұзақ мерзім. Мен өзім ұзақ мерзімді акцияларды жақсы көрем. Бұл сол. Біз бірақ қазір айтып жатқанымыз ол ақшаны көбейту туралы айтып отырмыз қазір біз. Сол тұрғыдан алғанда біреудің бизнесіне салу ол үшінші қадамда алгоритм бойынша. Осы достар, инвестицияның мен білетін, өзім қолданатын алгоритм осы. Құдайға шүкір, жақсы нәтиже келіп жатыр. Яғни ақшаны айттық біз, ол сақталып тұрмау керек. Ақша көбейе беру керек. Оны бай адам не істейді? Кедей адам ақшаны жинай береді, сосын жұмсамайды да ол ше. Бірақ ондай ақша бір жерге жинап борсып кеткен су сияқты да. Сол үшін ондай болмас үшін бай адам былай ойлайды. Ақша жинап, сосын оны қайттан инвестиция жасап көбейте береді да. Бағанадай ақша жарату керек деген осы мәселе да. Бірақ жарату деген кезде андай кедей адам тұтынушы сияқты жұмсап бір ақшадан құтылу ниетінде болмау керек. Бізде мен кейбір адамдардан естимін, ақшаны құрту деген сөз естимін да. Ақшаны құрту деген сөз ол мен ойымша бір кедей адамның сөзі сияқты. Ол ақшаны құрту, қолындағы ақшадан тезірек арылуды ойлау да. Біз бай адамбыз ғой. Біз менталды түрде бай адамбыз. Біз ақшаны жинап, оны кейін көбейту үшін жинаймыз. Жинайсың, инвестиция саласың, көбейтесің, қайттан жинайсың. Жинайсың, инвестиция саласың, көбейтесің, қайттан көбейте бересің. Сөйтіп сенің қолыңдағы байлығында көбейе береді. Біз беруді ойлауымыз керек, біз көбейтуді ойлауымыз керек. Бірінші қадам өзіңнің ақша табу қабілетіңе ақша салу. Екінші қадам өзіңнің өніміңе ақша салу.
инвестиция салу, өнімің болмаса өніміңді бір тап жаса, бір өнім шығар, әйтеуір әлемге бір нәрсе бер. Үшіншісі, біреудің өніміне ақшасы инвестиция салу. Біреудің өнімі тірі бизнес болуы мүмкін, туысқандарың, достарың, жақындарың жақсы білетін. Болмаса қор биржасы деген нәрсе бар, ол да біреудің бизнесі. Apple біреудің бизнесі, Microsoft біреудің бизнесі, Казатомпром біреудің бизнесі, Газпром біреудің бизнесі. Тура сол принцип. Осы принциппен мен кеңесім осы, бір нақты кеңесті бір өздеріңіз зерттеп, бір мамандардан білсеңіздер болады. Мысалы, акция қалай сатып алу, оның бәрі техника үшін. Бір көрсетіп жібересің, инструкция үшін. Бірақ мына мен айтқан нәрселер бұл жалпы нәрселер, жалпы түсініктер. Сол үшін достар, инвестор болайық, бай болайық. Сол осы ниетте жаздым осы жазбаны.